Сәлем, бірінші сыныптың оқушысы. Бүгін біздер ана тілі сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы сөйлеу не үшін қажет? Бірінші сабақ. Жалпы сөйлеу не үшін қажет? Адамдарға сөйлеу пікірін білдіру үшін, бір нәрсені айту үшін, өзінің білмегенін сұрау үшін, әңгімелеу үшін қажет. Бірінші жаттуға қарайық. Суретке қара, оқы. Жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар. Солардың ішінде адам ғана сөйлей алады. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінуі үшін қажет. Сөйлеу не үшін керек? Біздің сөйлеуіміз тыңдау, айту, оқу және жазудан тұрады. Екінші жаттуға қарайық. Өлеңді түсініп оқы. Авторы Несіпбек Айтұлы. Әр нәрсенің мәні бар, әр кімнің өз әні бар. Өз тілінде сөйлейді жердегі жан-жануар. Бүркіт, барыс, қасқыр да дауысынан танылар. Ана тілін білгеннің маңдайының бағы бар. Бізге өлең түсінікті болды ма? Олай болса сұрақтарға жауап берейік. Өз тілінде сөйлейді дегенді қалай түсінесің? Әр кімнің өз әні бар, өз тілінде сөйлейді дейді. Яғни әр халықтың, әр адамның өзінің тілі болады. Мысалы, біздер қазақ халқымыз, қазақ халқы қазақ тілінде сөйлейді. Орыс халқы орыс тілінде сөйлейді. Әр кімнің өзінің сөйлейтін өз тілі бар деген сол мағынада айтылған екен. Ал жан-жануарлар сөйлей ала ма? Жан-жануарлар сөйлей алмайды. Сөйлеу тек адамдарға ғана тән. Бірақ жан-жануарлар өздерінің дыбыстары арқылы бір-бірімен дыбысы арқылы бір-бірімен танимыз. Мысалы, қоянның даусын қасқырдың даусынан ажырату оңай. Сол сияқты құстың даусын иттің даусынан ажырата аламыз. Яғни әр жан-жануарлардың өзіне тән дауысы болады екен. Үшінші жаттуға қарай, көркем жаз. Әлдейінен ананың, үйрен ана тіліңді. Бізге ана тіліміз анамыздың әлдейінен бойымызға дариды. Ананың ақ сүтінен өзіміздің тілімізді үйренеміз екен. Мына екі жолды дәптерімізге көркем етіп жазып аламыз. Төртінші жаттуға қарайық. Суреттен қандай жануарларды көріп тұрмыз? Суретте бірінші тұрған ит. Екінші қаз. Үшінші торғай. Және төртінші тұрған бұл қарға. Енді бізге тапсырма, сәйкестендір. Ол үшін сұрақтарға жауап берейік. Қарқылдайтын не? Қарқылдайтын қарға. Шиқылдайтын не? Шиқылдайтын торғай. Ырылдайтын не? Ырылдайтын ит. Қаңқылдайтын не? Қаңқылдайтын қаз. Сәйкестендірдік. Енді бұл тапсырманы орындау үшін бұл сұраққа жауапты дәптерімізге жазуымыз керек. Ол үшін былай жазамыз. Ана тіл дәптерімізге төртінші жаттығу деп жазамыз. Қарға қарқылдайды.
қаз қаңқылдайды. Торғай шиқылдайды. Және ит ырылдайды. Осылай дәптерімізге жазып аламыз. Сонымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақтарды қарау үшін каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.